Саламатсыңыз, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өзін-өзі тану пәнінің құрылымдық, мазмұндық және әдістемелік аспектілері. Жалпы өзін-өзі тану пәні қандай пән дегенде, біздер оның рухани адамгершілік білім беретін пән екенін білеміз. Өзін-өзі тануда Әл-Фараби айтады: біреуге ақыл айту оңай, өзіңді өзің тану қиын. Жалпы өзін-өзі тану пәні бұл 2010 жылдан бастап Білім және ғылым министрлігінің 18 ақпан нөмірі 71 бұйрықпен 2010 жылдан бастап бүткіл білім беру салаларына осы өзін-өзі тану пәні ене бастап, балабақшадан бастап жоғарғы оқу орындарына дейін. Жалпы бұл пән адамның ең бірінші өзін-өзі тануы. Бұны құндылықты айтқанда Сократта айтқан, біздің шәкәрімде айтқан, өзіңді өзің таныған істің басы деп. Жалпы өзін-өзі тану пәнінің құрылымдық, мазмұндық және әдістемелік аспектілерінде өзін-өзі тану сабақтарындағы жағымды ойлаудың рөлі. Бірінші, жоспармен танысып аламыз. Сабақтың құрылымы, сабақтың рухани адамгершілік тереңдігі, сабақтағы жағымды күйге келудің түрлері, сабақтың дәйек сөзі, сабақтың мониторингі деп жоспарға енгіземіз. Профессор Лосевтің айтуы бойынша, тұлға бұл зомби емес, ғажап қалам және оны қалыптастыру құдірет ешкімге берілмеген дейді. Бұл қағидат өзін-өзі тану пәнінің оқыту үдерісінде біз тұлғаны қоғамның тапсырысы бойынша қалыптастырмаймыз. Жалпы тұлғаны қалыптастыру деген сөзді айтсақ, ол қате болғаны. Тұлға қалыптастырылмайды, ол оқушы тұлғасының бұрыннан бар рухани адамгершілік әлеуетін ашып, жарыққа шығарып, соны дамытып, оқушыларды көрсете білуіміз керек. Жалпы адамзаттық құндылықтарда бұл өзін-өзі тану 5 құндылығымызды білеміз. Оның бірінші ақиқат, екінші дұрыс әрекет, үшінші сүйіспеншілік, төртінші ішкі жан тыныштығы, бесінші қиянат жасамау. Жалпы ақиқатқа тоқталатын болсақ, жалпы адамзаттық құндылыққа тоқталатын болсақ, бұл грек сөзінен алғанда жалпы адамзаттық құндылық. Құндылықтың өзі аксиология, грек сөзі аксиология. Жалпы аксиология деген құндылық туралы ілім дегенді білдіреді. Жалпы адамзаттық құндылық бұл біздің барлық кезде ата-бабамыздан келе жатырған құндылық. Оның қазіргі таңда материалдық жағынан азғантай жабылып тұр. Біздің мақсатымыз, өзін-өзі тану пәнінің мұғалімдерінің мақсаты сол құндылықты, баланың бойындағы құндылықты әлеуетін аша білу, дамыта білу. Құндылық кез келген адамның бойында болады. Бір адамда құндылық өте жоғары деңгейде болуы мүмкін, бір адамда орташа деңгейде, бір адамда аз болуы мүмкін. Жалпы құндылықты біз ешқашан қалыптастырмаймыз, ол құндылық әрбір адамның бойында болатын құндылық. Жалпы өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі мүсінші ме, әлде бағбан ба деген сөзге келетін болсақ, әрине біздер оны бағбан дейміз, өзін-өзі тану пәнінің мұғалімдері. Өзін-өзі тану пәнінің оқыту шарттарында сүйіспеншілік, сенім, шығармашылық атмосферасын құру, өзін-өзі зерделеуге, өзін-өзі интуитивті түрде ұғынуға жағдай жасау. Рухани адамгершілік білімін мектептің тұтастай педагогикалық үдерісінде ықпалдастыру. Рухани адамгершілік білім беру үдерісінде тек жағымды және ізгі әдістерді қолдану қажеттілігі. Әдістемелік тәсілдердің жіктемесіне келетін болса, бірінші жағымды күйге келу формалары. Сабақтың басында және соңында іште жағымды күйге келу. Екінші, сабақтың дәйек сөзі. Жалпы сабақ жағымды күйге келгеннен кейін сабақтың дәйек сөзіне тоқталсақ, дәйек сөз бұл біздің мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, ата-бабаларымыздан келе жатырған ғұлама сөздер, дана сөздерін алуға болады. Ол сөздердің өзінде жағымды ой пікірді білдіру керек. Жалпы сабақ өткізгенде өзін-өзі тану пәнінің мұғалімдері дәйек сөзді бірнеше 10-20 дәйек сөздің айтудың қажет жоқ. Дәйек сөз біреу, екеу болу керек. Жалпы дәйек сөз
бұл сабақтың тақырыбын аша білу, сабаққа байланысты тақырыбын ашатындай дәйек сөзді мұғалім таңдап алу керек. Оқиға және әңгіме айту. Жалпы оқиға және әңгіме айтылғанда ең бірінші мұғалім оқиғаны, әңгімені айтқанда эмоцияға беріліп, жалпы тыңдаушы сол болып айтып жатырған оқиғаны көзбен көріп, құлақпен естігендей, қолмен ұстағандай қылып, әсерлі қылып айту керек мұғалім. Өзінің эмоцияға беріліп, мимикасымен жалпы балаға әсер ететіндей болу керек айтып тұрған оқиға әңгімесі. Оқиға әңгіме ешқашанда мұғалім баланың алдына келіп кітаптан оқып тұрмай, ол оны мұғалім өзі жатқа айту керек, оқиға әңгімені. Ол оқиға әңгіме өзінің тарихтан алынған болуы мүмкін, немесе интернеттен алынған болуы мүмкін, немесе оқыған кітаптан алынған болуы мүмкін, немесе жалпы біздің өзін-өзі тану пәнінде барлық сабақтарды өмірмен байланыстырып өткіземіз. Сондықтан өмірден алынған әңгімені де балаға айтып жеткізе білу керек. Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс, бұл ойындар, сахналық, дөңгелек үстелдер, плакат жасау, сурет салу, өлең құрастыру, ән шығару, ұсақ түйек жасау және тағы басқа. Өзін-өзі тануда біздің басқа сабақтардан, басқа пәндерден ерекшеліктері музыка және топпен ән айту. Топтағы айтылған әннің сөзін бала ұғыну, жүрекпен сезінуі, топпен ән айтқанда осы білініп отыру керек. Сабақтың жоспары. Тақырып оқулықтан, жалпы өзін-өзі тану пәні мұғалімдері осы сабақты қалай жүргіземіз, бұның құрылымдық, мазмұндық, әдістемелік аспектілері қандай деген сұрақты білім сатысы оқуында көп қояды. Жалпы тақырып оқулықтан алынады. Қалған материалдың бәрін мұғалім өзі таңдау керек. Мұғалімнің шығармашылық қатынасы, оқулықтан не алынатыны, мұғалімнің өзінің жүректен ұғынып, мұғалім сыйы болу керек. Жалпы сабақ өткізгенде әрбір мұғалім өзінің сыйын дайындап алып келу керек. Өзінің сыйын балаға ұнайтындай, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді дейді. Сондықтан әрбір ұсынған мұғалімнің сыйы ол өте бір жоғары дәрежеде баланың тілі мен жас ерекшелігін ескере отырып, сол сабақты айтып жеткізу керек. Сабақтың мақсатында жалпы адамзаттық құндылық сабақтың тақырыбымен байланысты көрініс табады. Ал сабақтың міндетінде білімділік, дамытушылық, тәрбиелік таңдап алынған жалпы адамзаттық құндылығы сәйкес көрініс табады. Жалпы қасиетке сабақтың міндеті қасиеті дейміз, сабақтың мақсаты оның құндылығы. Құндылық деп отырғанымыз бағанағы ақиқат, дұрыс әрекет, ішкі жан тыныштығы, сүйіспеншілік және қиянат жасамау болып табылады. Тәсілдерді практикалық қолдаудың мысалдары. Әдістемелік тәсілдерді өткізудің тәртібі. Жағымды көңіл күйге келу сабақтың басында және соңында өткізіледі. Кейде сыныптың ортасында да болады. Себебі қазіргі таңда мысалы математика пәні өткенде, математика сабағында өте балалар қатты шаршап шығады, немесе дене шынықтыру сабағында ойнап, ойының бәрі бөлініп келген балаларды бұл жағымды ойлау, тыныштық сәтін сабақтың басында, ортасында, кейде аяғында да өткізуге болады. Ал егер өтпеген жағдайда топтық іс-әрекеттерді мұғалімдердің оқиғаны айтып беруінен соң өткізу керек. Шығармашылық жұмысты және топтық әрекетті мұғалім оқиғаны айтқаннан кейін ғана өткізген дұрыс. Үлгермеген жағдайда келесі сабақты өткізуге болады. Оқушылардың білімдерін бағалау. Өзін-өзі тану бойынша оқушылардың білім сапасын бағалағанда өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасы бойынша әзірленген оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар негізінде жүргізіледі. Рухани адамгершілік білім берудің ерекшеліктеріне сәйкес ол сандық емес, сапалық бағалау. Жалпы өзін-өзі тануда
Біздер мынаны ұмытпауымыз керек. Сабаққа қойылатын 5 талапта ең бірінші балаларды жаттап алуды талап етпейміз. Жаттап алу талап етпеу себебіміз бұл өзін-өзі тану пәні ешқандай есеп қисапқа, формулаға, фактіге негізделмеген пән. Сондықтан бүгінгі үлгере алмаған нәрсемізді екінші сағатта тұрып соған жеткізіп баланың санасына жеткізіп айта аламыз. Жалпы кейбір әндердің сөзін, топпен айтатын әннің сөзін жаттатуға болады. Жалпы өзін-өзі тануда жаттап алуды баладан талап етпейміз. Екінші, балаға еркіндікпен уақыт береміз бұл пәнде. Еркіндікпен уақыт беретін бұрынғы дәстүрлі сабақтарымызда балаларға білім берген құрлы алқымнан алып, бол-болдың астына алып 45 минутта балаларға білім берген құрлы балалардың ойын бөлдіріп, қайта-қайта сұрақ қойып ойын бөлдірсек, ал бұл пәнде балаға еркіндікпен уақыт беріледі. Бала өзінің ойын толық жеткізіп айтуы керек. Үшінші, бұл баға қоймаймыз. Неге баға қоймаймыз оқушыға? Бұл жерде баланың сандық емес сапасына, біліміне көп назар аударамыз. Баға қоймайтын себебіміз баға бұл кейбір баланың шығармашылығын тежейді, көңіл күйін бұзады, денсаулығын бұзады. Жалпы баланың бұл жерде тек қана теориялық білім емес, оның өмірге байланыстырып айтуын қадағалаймыз. Сондықтан баланың сапасына сандық емес, баға емес, сапалық бағасына көп мән береміз. Тек сынақ қойылады сабақта. Бірінші жаршылдық және екінші жаршылдықтан кейін. Ақиқат бұл бастауыш буын, орта буын, жоғары буын. Жалпы ақиқатқа қайтадан тоқталғым келіп тұр. Бұл сабақтың рухани адамгершілік тереңдігінде, сабақтың құндылығында ақиқат үлкен рөл атқарады. Бауыржан Момышұлының өзі айтады, өтіріктің балын жалағанша шындықтың уын ішкен артық дейді. Жалпы ақиқатты біздер айта білуіміз керек. Ақиқат ол бір үлкен шын деп есептеп балаларды ақиқат айтуға үйретуіміз керек. Ақиқат ол ақиқаттың, мысалы ақиқат айтқанда сол жерде сол адам жұмыстан қуылуы мүмкін, қиналуы мүмкін, неше түрлі жағдайға түсуі мүмкін. Сондықтан ақиқаттың ар жағында, ол ақиқат түбі бәрібір жеңеді. Ақиқаттың ар жағында бір үлкен жемісі тұр деп көз алдымызға елестету керек. Ал өтірік айтып, сол жерде мысалы жан қиналмай адам шығып кетуі мүмкін, жағымпазданып, бірақ оның ар жағында үлкен апат бар екенін балаға түсіндіруіміз керек. Сүйіспеншілік. Жалпы сүйіспеншілік бастауыш буын, орта буын, жоғары буын. Сүйіспеншілік деген бұл біздің осы рухани адамгершілік білім беру бағдарламасындағы ең үлкен құндылықтың бірі сүйіспеншілік ақиқаттан кейін. Сүйіспеншілік бұл отанға деген сүйіспеншілік, сүйіспеншіліктің бірнеше түрі болады. Баланың анаға деген сүйіспеншілігі, әкеге деген сүйіспеншілік, ұстаздың шәкіртке деген, немесе керісінше шәкірттің ұстазға деген сүйіспеншілігі болады. Сүйіспеншілік бұл барлық нәрсені сүйіспеншілікпен істегенде ғана ісіміз оңға басады. Жалпы сүйіспеншіліктің бірнеше түрі болады. Біз сүйіспеншілікті 3 түрге бөлеміз. Өзімшіл сүйіспеншілік, өзара сүйіспеншілік және риясыз шексіз сүйіспеншілік. Өзімшіл сүйіспеншілік оның өзімшіл сүйіспеншіліктіңде кейбір ата-аналардың арасында да баласын шексіз жақсы көріп өзімшілдікке барады. Мысалы басқа балаларды бала деп есептемей, өзінің баласын ғана, өзінің баласының мысалы бірінші сыныпқа келгенде мұғалімнен талап етеді, алдыңғы партаға отыруы, өзінің баласының бірінші болып ән айтуы, сөйлеуі, тақпақ айтуы, осының барлығы өзімшіл сүйіспеншілікке жатады. Ал өзімшіл сүйіспеншілікті біз мына жоғарыда жанып тұрған лампыға теңейміз. Өзімшіл сүйіспеншілік тек белгілі бір жерге ғана өзінің шуағын, нұрын шаша алады да, қалған жерге шаша алмайды. Ал өзара сүйіспеншілік ол күндіз бар, түнде жоқ, түн мен
күн сияқты бірде бар, бірде жоқ болып, оның да арты жақсы болмайтын сүйіспеншілік. Бізге ең керегі риясыз, шексіз сүйіспеншілік. Жалпы күн, оны күнді алуға болады. Күн бізге ақпыз ба, қарамыз ба, жақсымыз ба, жаманбыз ба, қылмыскерміз бе, ұлтымыз басқа ма, оған қарамай бүткіл өзінің бойындағы жылулығын, нұрын шашып тұрады сүйіспеншілік. Бізге керегі осы үш сүйіспеншіліктің ішінде риясыз, шексіз сүйіспеншілік. Дұрыс әрекетте шындықты айту, ұрлық жасамау, ұрыспау, денсаулық пен тазалық, үлкендерді, мұғалімдерді сыйлау, осының барлығы әдепті болу, жауапкершіліктің мықты болуы, кез келген ақша, тамақ нәрселерді ысырап қылмау. Дұрыс әрекет адамның ойы, сөзі, ісі біркелкі болғанда ғана біз дұрыс әрекетте өмір сүреді екенбіз. Ақиқаттан туындағанның барлығы дұрыс әрекет болып есептелінеді. Ішкі тыныштық, ішкі жан тыныштығын адамның ішкі жаны тыныш болса, онда оның отбасында да тыныштық болады. Отбасында тыныштық болса, қоғамда да тыныштық болады. Қоғамда тыныштық болса, бүкіл мемлекетте де тыныштық болады. Мемлекетте тыныштық болса, бүкіл әлемде тыныштық болады екен. Адам ішкі жан тыныштығын басқа жерден емес, өзінің жүрегінен іздеу керек. Қиянат жасамау. Егер бойымызда бұл рухани адамгершіліктің тереңдігінде бастауыш буын, орта буын, жоғары буын деп бөлеміз. Әрқашан көмектесу, адамды ренжітпеу, кеңпейілді болу, әділеттілікке бой ұру, адам құқығын жақсы азамат болу, оймен, сөзбен, іспен бәрін өзін дәлелдеу, басқа ұлттың мәдениетін құрметтеу, сыйлау, осының бәрі қиянат жасамауға келеді. Жалпы қиянат жасамау бұл жеміс ағашта тұрған теректің ең жоғары жемісі тәрізді. Егер адамның бойында ақиқат болатын болса, істеген ісі дұрыс әрекетте болатын болса, ішкі жан дүниесінде сүйіспеншілік болатын болса, ішкі жан дүниесі тыныш болатын болса, тыныштықта өмір сүрсе, ондай адам ешқашанда адамға қиянат жасамайды. Жағымды ойлау. Бұл адамның жақсы және жаман ойларды іріктеп, жақсы ойларды өрбіте білу. Жағымды ойлау. Әлем шексіз зор, оның сізге деген қарым-қатынасы қандай жағдайда болса да тек сізге байланысты дейді. Адамның жақсыны қабылдай білуі, жаманнан аулақ болуы, қабілетті жағымды ойлау. Жалпы бағана айтып кеттім сөзім басында, жағымды ойлау бұл тыныштық сәтінде бұл үлкен бір нұрға бөлеп, балалардың ойын шашыратпай, жақсы нәрсені айтып, жақсы нәрсені істеуіне, өзін қалыпқа келтіруге үлкен көмегін тигізеді. Мен қазір осы мұғалімдердің көбі осы жағымды ойда қандай музыка жібереміз, қандай мәтіні болады деген сұрақтарды білім сатысы оқуында көп қояды. Сондықтан мен сіздерге қазір жағымды ойлауды көрсетіп жібергім келіп тұр. Өзін-өзі тану сабақтарындағы жағымды ойлау дегенде оқушыларды сабырлы қалыпқа біртіндеп түсіру мақсатында тыныш баяу музыканы таңдап алу ұсынылады. Музыка балаларды қарсы алып, олар сабаққа дайындалып жатқан уақытта өне бойы ойнап тұрады. Музыка оларды белгілі бір дәрежеде жағымды күйге түсіріп, өте жақсы тыныштандырады. Мұғалім қандай күйде болғанының маңызы зор болады. Оның өз бойында терең ішкі тыныштық пен тепе-теңдік болуы қажет. Сонда балаларды осы жағымды күйге ендіре алады. Мұғалімнің сабырлы қимылы мен дауысы оқушылардың ешқандай артық эмоциясы және жеке басының жағымсыз әсерінсіз әңгімеге қатысып, талдау жасау үшін тынышталған ақылмен сабақты бастауға, жағымды күйге түсіруге дайындалуға зор ықпал етеді. Ол үшін ақылды артық ойдан босатып, оны жағымды күйге келтіру керек дейді. Әр сабақты жағымды күй сәтімен бастап аяқтаған жақсы. Жалпы оқушылар өздеріне берілген білімді жақсы қабылдайды. Сабақта өздерін жақсы ұстайды.
сабақты шаттық шеңберінен кейін немесе оның орнына 2 минуттай жағымды күйге түсіруден бастауға болады. Кейіннен біртіндеп 3-5 минутқа дейін ұзартуға болады. Жалпы осы өзін өзі тану сабақтарындағы жағымды ойлау, жағымды күйге ендіру, қолдану әдістері өткізгенде мынандай айтарлықтай сабақтың көрсеткіштері мынандай күйге түседі екен. Бірінші, бұл жағымды ойлау, жағымды тыныштық сәтін өткізгенде бірінші балада тәртіп болады. Екінші, өзін өзі жақсы қадағалайды. Үшінші, баланың денсаулығына әсер етеді жағымды ойлау. Ақылдың байсалдығы, зейін қою, интуиция, басқаларға деген сүйіспеншілік, ішкі өзінің жан дүниесінде тыныштық орнайды екен. Жағымды ойлаудың бір жақсы балаға әсер ететін жақсы жақтары. Дәйек сөз, бағана айтып кеттім сөзімнің басында, дәйек сөз мақал мәтелдерден, нақыл сөздерден, ғұлама, дана сөздерден тұрады екен. Дәйек сөз сабақта тақырыбын ашу үшін тек қана 1-2 дәйек сөз алса болғаны. Адам нені ойласа, өзі де сондай болады. Оқушылардың ойларын нақты сабаққа сәйкес әңгімелеп айту арқылы неғұрлым асқақ нәрселерге бағыттау жолын табу қажет. Мұғалім сабақтың мақсатына сәйкес келетін нақыл сөзді тақтаға жазып қою керек. Балалар оларды есте сақтау, түпкі санада сақтау үшін бірнеше рет дауыстап айтады, немесе дәптерлеріне жазып алады. Сабақ жоспарында күрделі емес, бірақ терең мағыналы дәйек сөздер мен мақал мәтелдерді оқулықтан ендіру қажет. Бұлар оқулықта бір сабақ үшін тым көп ұсынылмау керек. Оған тоқталдым, айтып кеттім. Дәйек сөз, егер бастағанда ештеңе шықпаса, онда талаптаныңыз, тағы да талаптаныңыз. Сүйіспеншілік береді және кешіреді. Эгоизм алады және ұмытады дейді. Бәрін сүй, бәріне қызмет ет. Бәріне көмектес, ешкімді ренжітпе. Өзіңе әділ бол, сонда басқаларға жалған сөйлемейсің. Дәйек сөздер де шындықты айту ұзақ емес, ал жалған айтсам, ұзақ, өте ұзақ, шексіз жалған айтуға тура келеді. Ең жақсысы уақытыңды шығын қылма дейді. Зафодия айту сөзі. Жалпы дәйек сөз балаға қалай әсер етеді екен? Бірінші, дәйек сөзде денсаулық жақсарады, шабыттанады, үшінші, өзіне сенімді болады, төртінші, қауіпсіздікті, игілікті сезіндіреді, нақты пәнге ойын тұрақтандырады, жағымды ойлауға түрткі салады, қарапайымдылықты сіңіреді, қорқынышты сейілтуге көмектеседі, даналық және турашылдықты дамытады, интуицияны ынталандырады екен дәйек сөз. Қорытындыда жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, оқытудың әдістемесі ретінде жағымды ойлау мен дәйек сөздерді күнделікті өмірде де қолдану оқушылардың түпкі саналарын тазартады. Ең соңында бүкіл қоғамның ұжымдық ойлауына, әлеуметке, жан тыныштығы мен үйлесімділікті әкелетініне сеніммен айтуға болады. Жатталған және көркемдеп оқылған асқақ дәйек сөздер, мақал мәтелдер, немесе өлеңдер, бұлардың бәрі түпкі санада қалады. Және өскелең ұрпақтың күнделікті өмірде жақсы ойлау, шыншыл сөйлеу және жақсы әдеттердің дамуына себепші болады екен. Дана дәйек сөздер сүйіспеншілік, жанашырлық және ризашылық сезімін тудырады. Жағымды ойлау мен сөйлеу өз күшіне сенімділікті дамытуға көмектеседі. Қорқынышты сейілтеді, даналықты оятады, денсаулық пен бақыт әкеледі екен.